Құрметті ұстаздар мен оқушылар, мектебімізде жыл сайын өтетін, әр оқушы асыға күтетін, оқушылардың дарындық қасиетін ашатын байқау «Жас жазушылар» жобасы өз жұмысын бастайды. «Жас жазушылар» жобасына барлық мектеп оқушыларын қатысуға шақырамыз. Мектебіміздегі бүгінгі жас бүлдіршіндер мен жас өспірімдердің туған тілі мен әдебиетіне деген сүйіспеншілікті оята отырып, үш тілді меңгерген оқушылардың шығармашылыққа қабілеттерін тіл арқылы дамыту. Жас жазушылар жобасы оқушыларға автор ретінде өзі ойлап шығарған оқиғасын белгілі бір жанрда жазуға, өз туындысын оқырман аудиториясының назарына ұсынуға мүмкіндік береді. Бұл жоба жаңа әлеуетті жас жазушыларды ерекше сюжеттер мен қызықты кейіпкерлермен шабыттандырып, шығармашылыққа тарта алады. Қатысушыларға шығармашылық қабілеттерін шыңдауға көмектеседі. Дарынды оқушыларды анықтауға ықпал етеді. Жас жазушылар жобасы ол мектеп өмірінен шынайы орнын тапқан игі маңызды іс. Ол ұстаз бен шәкірттің қалау бойынша іске асырылып, жас буынның тілге деген құрметін арттыру мақсатында жоспарланған. Жас жазушылар жобасы мектеп оқушыларының қарымды қаламына жаңа леп, жаңа тыныс беріп, жас өскелең ұрпақтың шығармашылық қырын тануға, танымдық көз қарастырын білуге мүмкіндік болып табылады. Жас жазушылар жобасында өздік танылған жұмыстар бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталады. Автограф сессия марапаттау кешіне қатысып, автор ретінде сұхбат береді. Үздік шығармашылық жұмыстар жас жазушылар жобасының жинағына кіреді. Жоба жинағы мектеп кітапханасында сақталып, оқушылар назарына ұсынылады. Жұмыстар үш тілде қабылданады. Жыл сайын оқушылар қолтаңбасынан туған шығармашылық жұмыстар қалалық, республикалық және халықаралық журналдарға жариялануда. Сен де қалыс қалма, жас жазушы.